Сәлем, бүгінгі өтетін тақырыбымыз қаратпа сөздер. Қаратпа сөздер біреудің назарын өзіне қарату үшін айтылатын сөздер. Қаратпа сөздер сөйлем ішіндегі басқа сөздерден үтір арқылы ажыратылады. Оның 3 жолы бар. Бірінші жолы, қаратпа сөз сөйлемнің басында келсе, одан кейін үтір қойылады. Мысалы, Айжан, маған көмектесе аласың ба? Бұл сөйлемдегі қаратпа сөз Айжан. Екінші жолы, қаратпа сөз сөйлемнің ортасында келсе, екі жағынан үтір қойылады. Мысалы, иә Марат, мен сені күтіп отырмын. Бұл сөйлемдегі қаратпа сөз Марат. Үшінші жолы, қаратпа сөз сөйлемнің соңында келсе, алдынан үтір қойылады. Мысалы, көп кешікпе Айнұр. Бұл сөйлемдегі қаратпа сөз Айнұр. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау бол.